Қазақстан тұрғын үй компаниясының өкілдері Қызылорда қаласының құрылыс салушыларымен кездесу өткізді. Қала әкімдігінде өткен кездесуде Қазақстан тұрғын үй компаниясы басқарма төрағасының орынбасары Исламбек Қайырбеков 2021 жылдан бастап Қызылордада жалпы ауданы 7,1 мың шаршы метр 1,2 миллиард теңге сомасына 2 жоба бойынша құрылыс салушылардың кредиттерін субсидиялау жүргізілетінін атап өтті. Сонымен қатар кездесуде заңды тұлғалармен жұмыс департаменті директорының орынбасары Әсел Нұржанова Қазақстан тұрғын үй компаниясы кепілдігін беру талаптары, шарттардың барлық түрлерін жасасу рәсімдері, субсидиялауға өтінім беру ережелер туралы егжей-тегжейлі айтып берді. 2016 жылдан бастап Қазақстан тұрғын үй компаниясы үлескерлердің мүдделерін қорғау мақсатында 1,159 миллиард теңге сомасына құрылысты аяқтауға 243 кепілдік берді. 2021 жылдан бастап жеке құрылыс салушылардың кредиттерін субсидиялау тетігі шеңберінде жалпы сомасы 31,2 миллиард теңге шарттар жасалды. 2009 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Қазақстан тұрғын үй компаниясы құралдары арқылы пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі 13,8 миллион шаршы метрді құраған.